Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі шығарылымда қалай жақсы мұғалім боламын деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Расында да жақсы мұғалім анықтамасы бар ма? Жақсы мұғалім моделі қандай екен? Біз өзі мен қандай мұғаліммін деп ойланамыз ба екен күнделікті? Рас, сонау университетте оқып жүрген кезде, мұғалімдікке даярланып жатқан уақытта мен қалай жақсы мұғалім боламын, қайтсем жақсы мұғалім боламын деген сұрақ бізді мазалады. Ал қазірші мен қандай екенмін? Осы туралы арагідік бір тоқтап ойланамыз ба? Менің ендігі мақсатымды түсінген боларсыздар. Ендеше жақсы мұғалім қандай болмақ? Сол сауалға жауап берейін. Сіздер тек өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Осы қасиет менің бойымда бар ма, әлде жоқ па деп. Жақсы мұғалім сабақты қызықты ұйымдастырады. Демек, сабақ жоспарын өте ойланып, толғанып, көп ізденіп барып құрастырады. Жақсы мұғалім өз жұмысын жақсы көреді, өз пәнін сүйеді. Ол өз өмірін білім беруге арнайды. Жақсы мұғалім әлбетте оқушыны әрдайым қолдайды. Оны үнемі ынталандырады. Жақсы мұғалім оқушымен тең қарым-қатынас орнатады. Оларды тыңдай біледі. Тіптен сюжеттегідей қарап байқасаңыздар, түрегеліп тыңдамай оқушының деңгейіне түсіп, оқушымен тең дәрежеде қасына отырып сөйлескеннің жөні басқа. Жақсы мұғалім өз пәнінің шеңберінде қалып қоймайды. Оның білім диапазоны өте кең. Жақсы мұғалім оқушының қатесін өте мәдениетті деңгейде түзейді. Бірден қате деп түзету енгізбейді. Немесе басқа оқушыға сен түзеші деп бұйрық бермейді. Оқушының өз қатесін өзі түзеуіне мүмкіндік береді. Жақсы мұғалім оқушыға ата-ана көзімен қарайды, дауыс көтермейді. Оқушыға мұғалім үстемдік етпейді. Жақсы мұғалім оқушысының әлеуметтік жағдайын ескереді, жеке бас ерекшелігін, психологиялық жай-күйін қатерге алып отырады. Мұғалім оқушының пікірімен санасады, оқушысының мұғалімі туралы жаман көзқараста болғанын қаламайды. Мінекей жақсы мұғалім анықтамасы осындай болмақ. Жақсы мұғалім моделінің түсінігін одан әрі тереңірек аша түсетін контентті келесі шығарылымнан күтіңіздер. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.